Сәлеметсіздер ме оқушылар, қайырлы таң. Қазіргі өтетін сабағымыз әдебиетті оқу. Әдебиетті оқудан Тұманбай Молдағалиевтің «Гүлдер» шығармашылығымен танысатын боламыз. Оқушылар, оқулығымыздың 24 және 25 бетін ашып дайындала қойыңдар. Ең алдымен сендерге автор жайлы кішігірім ақпарат бере кеткім келеді. Оқушылар, Тұманбай Молдағалиев ақын және аудармашы. Ол 1935 жылы Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Жарсу ауылында туған. Балаларға арналған жаңа дәптер және тағы да басқа өлең жинақтары бар. Халық арасында кең тараған «Құстар қайтып барады, шақырады көктем» әндерінің сөзін жазған. Оқушылар, осы шығарманы тыңдай қойыңдар. Гүлдер, гүлдер, көп гүлдер, қызыл гүлдер, көк гүлдер, жайнар кезім келді деп, қанаттарың желбіреп, таңмен бірге оянып, күн нұрына боянып, көрік бердің далаға. Гүлдер, гүлдер не түрлі, құлпырды да жетілді, барлық дала өртеніп бара жатқан секілді. Өрт дегенім гүл екен, отқа ұқсап тұр екен, лүпіл қағып жүрегім, үзіп алдым біреуін, сыйлайын деп анама. Гүлдер, гүлдер, шоқ гүлдер, қызыл гүлдер, көк гүлдер, тұра берші ырғалып, тұра берші нұрланып. Сол тұрғаның ұнайды, құлпырғаның ұнайды, ұқсап сәби балаға. Оқушылар, бұл өлеңді сендер де мұқият оқи қойыңдар және жаттап алыңдар.